Баршаңызға сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздерге ас-көкті қыс мезгіліне қалай дұрыс қатыру жолын көрсететін боламын. Екі түрлі жолмен қатырамыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Алдымен базардан осындай ас-көк сатып аламыз. Сіздердің отбасыларыңыз үлкен болса, 4-5 данасын, яғни 4-5 бумасын сатып алсаңыздар болады. Бір күн алдын осылай суға салып қоямыз. Сол кезде әдемі болып сақталатын болады. Мен ылғи да солай жасаймын. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Ең бірінші жақсылап ас-көктерімізді жуып аламыз. Сабағын батырмай, осы бас жағын, жұмсақ жағын, осылай үлкен ыдысымызға суымызды құйып, барлығын жақсылап батырып алатын боламыз. Жақсылап тазалап жуу үшін ас үйде қолданылатын ас содасын салып, шамамен 2 ас қасықтай салып, қолыңызбен жақсылап бастарын осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жуып алатын боламыз. Қандай да бір базардан зелен, осындай көк шөптер сатып алатын болсаңыз, міндетті түрде осы ас содасымен жууға кеңес беремін. Ас-көктерді суда 15-20 минуттай ұстаймыз. 15-20 минут өткеннен кейін осындай қағаз салфеткаға сүріп суын құрғататын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай аз-аздан алып, салфеткамен осылай үстілерінен басып, осылай әдемілеп құрғатып аламыз. Яғни салфеткаңыз әбден құрғақ болғанша жақсылап құрғатамыз. Араларына ашып қарасаңыз, толықтай тазарылғанын көресіз. Немесе күннің көзіне қойып құрғатсаңыздар да болады. Бізде ас-көктеріміз жартылай құрғауы қажет. Барлығын осылай аз-аздан әдемілеп құрғатып аламыз. Ас содасына жуғаннан кейінгі көріністі көріп тұрсаңыз, өте әдемі, өзінің әдемі түсіне еніп шығады. Ал бізде осындай ас-көктің кір суы шығады. Бұны төгіп тастайтын боламыз. Барлығын тазалап жуып алғаннан кейін, ендігі кезекте ас-көктерімізді әдемілеп тураймыз. Барлығын бірдей етіп, барынша қатты майдаламай, міндетті түрде осы жасыл жерін, яғни жұмсақ жерін ғана тураймыз. Сабағын қатырмайтын боламыз. Сабағы бізге қажет емес. Әдемілеп турап алғаннан кейін мен осындай кекстің пісіретін формаларға салып қатыратын боламын. Сіздерге де кеңес беремін. Қатқаннан кейін алынуы да өте оңай. Қолыңызбен баса отыра, қатты толтырмай осылай әдемілеп салып шығатын боламыз. Немесе осындай соус-супқа пайдаланатын ыдыстарды қолдансаңыздар да болады. Мен осылай 3 түрлі ыдысқа қатырып жатырмын аз-аздан, және де осылай морозильникке мұз қатыратын ыдысқа қатырсаңыздар да болады. Осындай кішкенеден салып, осындай әдемі қылып салып аламыз. Бірінші кезекте сіздерге ылғи да өзімнің суымен қатыратын әдіспен бөлістім. Яғни барлығын салып алғаннан кейін үстіне суымызды құйып, қолыңызбен, яғни укроптар судың ішінде қатуы қажет. Дәл осы әдіс өзіме ерекше ұнайды. Жылда дәл осы әдіспен қатырамын. Сіздерге бөлісейін деп шештім. Осылай қатты толтырмай, яғни біздің укроптарымыз судың ішінде бастысы батып тұруы қажет. Қыс мезгілінде таптырмас дүние. Осылай көп қылып жазда қатырып қойсаңыз, қыс мезгілінде тамақ жасаған кезде қосып жібересіздер. Таңғы асқа немесе тағы да басқа тамақтарға, сорпа тамақтарына қосуына болады. Мінекей, мен барлығына әдемілеп су құйып алдым. Енді морозильникке бір күнге қоюыңызға болады. Міндетті түрде осындай тегіс жерге қоюыңыз қажет. Сол үшін мен осылай досканың үстіне қойып шықтым. Қалған укроптарымызды жақсылап тағы да турап аламыз. Және де осындай кез келген контейнерлерге, өзіңізде үйіңізде бар контейнерлерге салып қатыра береміз. Бұнған ешқандай да су құймаймыз, укроптың өзін қатырамыз. Салып жатқан кезде осылай ыдысты шайқап тұрыңыздар. Сол кезде арасына ауа қалып, бір-біріне жабыспай, шашырап қататын болады. Барлығы дайын болғаннан кейін осылай беттерін жауып, тығыздай ауа кіргізбейтіндей қылып, бір түнде қалдыратын боламыз. Бір түнде бұлар толықтай қатады. Кешкі уақытта жасадым, таңға дейін осылай барлығы әдемі болып қатып тұрды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыс мезгілінде сіздерге таптырмас дүние. Екінші әдіспен қатырылған укробымыз, қараңыздар, ешқандай да бір-біріне жабыспай әдемі болып шықты. Ал бірінші кезекте жасаған укробымыз, қатырылған укроптарымыз силикон формадан өте оңай алынады, және де дәл осылай тамаққа салып жіберсеңіздер болады. Егер де отбасыларыңызда өте адам көп болса, көп қылып қатырсаңыздар да болады. Осылай пакетке сақтасаңыздар да немесе контейнерге сақтасаңыздар да болады. Морозильникте қатыратын ыдысымызды
осылай қаттырақ доскаға ұрсаңыз ішіндегі формалардың барлығы түсіп қалады. Осындай әдемі қылып кішкене бөліктерге де бөліп қатырсаңыз болады. Құрметті менің көрерменім, егер менің видеом сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жасап, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Қазақша YouTube каналының дамуына аз да болса өз үлесіңізді қосыңыз. Мінекей осымен біздің қыс мезгіліне арналған укроптарымыз немесе кез келген зеленді осылай қатырсаңыздар да болады. Сіздермен бірге болған Гүлсая, пайдаларыңызға жарасын.